Қайырлы күн, достар. Менің есімім Сальвия. Мен Травориум компаниясының амбассадорымын. Мен бүгін сіздерге Травориум компаниясы жайлы не үшін бізге қажет және қалай оны өзімізге қолдануға болады жайлы айтып беретін боламын. Және де біздің екінші тақырып ол турист пен саяхатшының айырмашылығы. Иә? Қазіргі таңда көп кісілер туристік агенттіктер арқылы саяхатқа шығып үйренді, және саяхатты сондай бір кемшілігі бар саяхаттың. Саяхатқа бір рет шыққан адам одан қайтып бас тарта алмайды. Сондай керемет дүние бұл. Себебі білесіздер, бізде атам қазақ әрқашанда айтады, иә, бір саяхат 10 оқылған кітапқа тең келеді дейді. Сондықтан саяхатқа адам әрқашанда бір адам болып кетсе, мүлдем басқа адам болып оралады. Сондықтан да саяхаттан бас тартуға мүмкіншілік жоқ. Енді қараңыз, саяхатшы және турист. Турист ол бізде күнделікті сол туристік компанияның турларымен саяхаттап жүрген кісілерді турист деп атаймыз. Себебі оларға арнайы туристік компаниялар өзінің тур пакеттерін дайындап қойған. Ол жерде сіз туристік компанияға барып, өзіңізге қажетті турды сатып аласыз. Және де ол жерде қалай басталады? Туристік компания сізге қолыңызға конвертке салып, сіздің құжаттарыңызды, ұшаққа билетіңізді бәрін қолыңызға береді. Және сізге, мысалы, жұма күні сағат 10-да сізде самолетіңіз, ұшағыңыз ұшады. Сондықтан 7-ден кешікпей сол аэропортта болуыңызды талап етеді. Сіз аэропортқа келіп, ұшаққа отырасыз, ұшып келдіңіз, сізді сол жерде арнайы жазумен туристік компанияның қызметкерлері сізді қарсы алады. Қарсы алып, сізді отельге дейін жеткізіп салады. Өзіңіз барып отельге орналасасыз. Орналасқаннан кейін соңғы күні сізге хабарландыру қалдырып кетеді. Соңғы күні сізді отельден нешеде туристік компанияның қызметкерлері алып кететін болады. Осы туристік компаниядан алатын сіздің стандартты тур пакетіңіз. Әрине, ол жерде сіздің страховкаңыз кіреді, ұшаққа билетіңіз. Ал егер де сіз сондай саяхаттан кішкене қызығушылығыңыз төмендеген болса, негізінде 1-2 рет сыртқа саяхатқа барып келген адам тек қана сол бір отельде 7 күн, 8 күн, немесе 10 күн жату шыны керек көп адамды жалықтыра бастайды. Себебі адам деген постоянно сондай үнемі жаңалықты, өзгерісті қалап отырады, адамның жан дүниесі. Сондықтан ол сол жерде отырып неше түрлі турлар сатып алады, сондай өзін демалысын қызықтырады. Мысалы, сіз тек қана ол қалада емес, басқа ол мемлекеттің басқа қалаларында немесе басқа мемлекетке барғыңыз келсе, онда сіз төлеп қойған отеліңіз, тамағымен бәрімен төлеп қойдыңыз, бірақ сіз ол жерде бір күнде түнемесеңіз де, бірақ сол ақшаны сіз алдын ала Қазақстаннан шықпай жатып төлеп қойған болатынсыз. Ал басқа қалаға, басқа мемлекетке барғанда сіз жаңадан сол жерден отель жалдап, қайтадан төлеп, сондай шыны керек 2 есе шығын болады. Егер де сіз турист болып шаршап, енді сізге өзгеше сапарыңызды, өзіңіздің маршрутыңызды өзіңіз құрғыңыз келсе, онда сіз енді саяхатшылар категориясына өтуіңіз керек. Міне сол нағыз саяхатшыларға біздің Травориум клубымыз арналған. Себебі бұл жерде сіз саяхатыңызды жоспарлаған сәттен бастап, сіз баратын елді мекеніңізде, мысалы, сіз Таиландқа барғыңыз келді, Бангкокқа барып 3 күн, Пхукетте 3 күн, Паттайяда 3 күн, сосын әрі қарай, допустим, Малайзия мемлекетіне немесе Сингапур, сол жақтарға барғыңыз келсе, сіз ешқандай қаладан күн артық өзіңізге отель жалдамайсыз. Сізге қажеттісін ғана аласыз, ұшағыңызға билетті аласыз. Ал страховкаға келетін болсақ, страховканы қазір даже онлайн түрде кез келген өзіңіздің үйіңізден шықпай-ақ жасап алсаңыз болады. Және страховканың құны өте қолжетімді, небәрі 2000 теңге, 5000 теңгеге сіз сондай медицинский страховкаға ие бола аласыз.
не только медицинское, то есть общее страхование туриста. Соған ие бола аласыз. Сондықтан бұл жерде саяхатшылар клубы сол кісілерге арналған. Сіз өзіңіздің саяхатыңызды өзіңіз жоспарлайсыз, маршрутыңызды қалағаныңызша өзгертесіз, қай жерде қанша күн болам дейсіз, қалай өзгерткіңіз келеді, ол өз қолыңызда, және де еш жерде сіз 10 күнге төлеп қойып, 2 күн жатып, ондай дүние болмайды, себебі сіз арнайы білесіз, бара жатып, мен о жерде 3 күн болам, маған жеткілікті, мен мына жерде 5 күн болам, маған жеткілікті, өзіңіз солай жоспарлайсыз. Ал егер де сіз осындай жоспарыңызды барып, мысалы, туристік агенттіктерге айттыңыз, иә, маған осындай саяхат керек деп сіз запрос бердіңіз, әрине сізге туристік компания да сол сіздің сұранысыңызға лайықты тур жасап бере алады. Бірақ ол индивидуальный тур арнайы жасалады, және де оның бағасын естігенде енді көпшілік одан бас тартады. Иә? Сол басты мәселе. Адамдар көргісі келмегеннен емес, оның бағасы өте былай көңілден шықпайды. Бұл сәтте егер де салыстырмалы түрде қарайтын болсаңыз, бағаны ішінде сол турагенттікпен 6 күн, 7 күнге барған саяхатыңызға кеткен мөлшердегі ақшамен сіз кемінде 2 мемлекет, 3 мемлекет көріп, 7 күн емес 12 күн демалып келетін мүмкіншілігіңіз бар. Мысалы, егер тура сондай турды сізге турагенттік ұсынатын болса, ол 2 есе, 3 есе бағасы жоғарылайды, иә? Ол бәріңізге мәлім. Сол жағынан туристік саяхатшылар клубының мүшесі болған тиімділігі сода. Және де біздің саяхатшылар клубында жаңағы менің айтып өткен туристік сайтым, иә? Туристік сайтым ол несімен керемет? Ол туристік сайтте сіз ешбір басқа поисковиктерде сізге берілмейтін жеңілдіктерге ие боласыз. Яғни, ол сіздің әрбір күн тұрақталған күніңізде ақшаңызды үнемдеу. Біздің алдыңғы презентацияларымда қарайтын болсаңыз, ол жерде көрсетеді. Бір ғана отельдің өзінен адамдар миллиондаған, 100 мың теңгелеп, миллиондап үнемдейді ақша. Үнемдеген ақшамен әрине сіз ертең басқа саяхатқа, келесі сапарыңызға ақша үнемдесеңіз болады. Сондай мүмкіншілікті бұл жерде сіз ие боласыз. Және де мына круиздардың бағасы да өте қолжетімді. Біздің Travelling сайтында несі соншалықты круиздар көп болмаса да, бірақ қажетті круиздардың бәрі бар, және олардың бағасы өте қолжетімді. Және де ол үшін сіздерге жылдар бойы ақша жинаудың қажеті жоқ. Небәрі Travelling платформасына тіркеліп, 7 күннен кейін сіз круиздік сапарға қол жеткізе аласыз. Және де жаңағы біздің ынталандыру саяхаты деп айттық қой. Ынталандыру саяхаты ол тегін берілетін мынандай сыйлық дүние, әрбір тіркелген жанға 14 күннен кейін сіз сол ынталандыру саяхатыңызды жоспарласаңыз мүмкін болады уже. Сондай айырмашылығы бар мына Travelling және басқа туристік компаниялардан. Себебі бізге көпшілік келіп, өзі мына горящий турды білесіздер, сол горящий турлармен салыстыра бастайды. Неге сол? Біріншіден, сондай горящий тур ол қандай дүние? Ол қай кезде ұсынылады? Ол ұшақ ұшауға жақын қалды, бірақ ол жерде барлық орындар сатылмады. Ол орындар толықталса да, толықталмаса да самолет ұшады. Сондықтан біздің туроператорларымыз сол бос орындарға азын-аулақ болса да хотя бы орынның ақшасын шығару үшін сондай турлар, горящий турлар ұйымдастырылады. Горящий турлардың бірінші жетіспеушілігі, ол минустары, ол өте аз мөлшерде болады. Мысалы, сіздің жанұяңыз 4-5 адамнан құралатын болса, ол кем-де-кем сіз сондай горящий турмен бара аласыз. Мысалы, себебі ол самолетта өте аз орын қалған кезде жасалатын ұсыныс. Және де ол жерге барғанда, сондай горящий турларды құрастырғанда, әрине компания тек қана билет ақысын, ұшаққа билеттің ақысын ғана практически сізден алғаннан кейін, отельдің деңгейі де төмен болады. Ол сізге ұнай ма, ұнамай ма? Мысалы, мен өзім мұхиттың ар жағына
немесе теңізді аралап, неше мыңдаған километрді асып өтіп, көңілім толмаған қонақ үйде тоқтағанды қаламаймын, иә. Көпшілік те солай. Сондықтан ол кезде сіздің ол жердегі берген қонақ үй сіздің көңіліңізден шығады деп айта алмаймын. И үшінші момент. Мысалы, сіз сондай екі кісі болып, сондай горящий турмен барып демалып келдіңіз, иә, сіздің апаңыз қонады. Мен де сол бағада қыдырғым келеді сол мемлекетке дейді. Бірақ ондай ұсыныс бола ма, болмай ма? Ал қай кезде ол болады, белгісіз. Болуы да мүмкін, болмауы да мүмкін. Сондықтан бұл нені қайталау мүмкін емес. Және де ол турлармен саяхаттайтын кісілер әрдайым қолы бос және еркін кісілер болу керек, иә. Егер де сіз мемлекеттік қызметте, мұғалім, немесе дәрігер, тағы сондай мемлекеттік қызметте болсаңыз, сіз кез келген сәтте 2 күн, 3 күн қалғанда шығып кете алмайсыз, иә. Сондықтан ондай кісілерге алдын ала жоспарлау қажет. Ал алдын ала жоспарлауға осы Travelling платформасы өте ыңғайлы. Сол алдын ала жоспарлау арқылы сіздің саяхатыңыздың деңгейін жоғалтпай, бірақ сапасын жоғалтпай, бағасын төмендету. Және де саяхатыңызды өзіңіз қалағанша құрып алу. Үшінші, қажетті айтып кететін жағдай, мысалы, туристік агенттікті немесе басқа платформаны сіз қанша насихаттасаңыз да, сізге ешқашан тегін сыйлыққа дүние немесе шотыңызға ақша түсіп жатпайды. Бұл платформа сізге бөліскеніңіз үшін, ақпарат берген үшін сізге доллармен төлеуге дайын тұрады. Сондықтан өзіңіз жүрегіңіз қалап саяхатты армандасаңыз, саяхатшы болсаңыз, онда сізге міндетті түрде бүгін Traveling'ның мүшесі болу қажет. Мысалы, өзім саяхатты өте жақсы көремін. Осы сәтке дейін жаңағы айтып өткен туристік агенттіктермен саяхаттадық, иә, жанұяммен, бауырларыммен, және де туристік клуб, инкрузис клубмен де саяхаттадым, иә. Инкруиз ол өте керемет демалыс, өте жоғарғы деңгейде. Және осы өткен жылдан бастап өзім саяхатымды жоспарлауға да бел буып бір рет барып келдім. Қазіргі сәтте сол менің 3 пайдаланатын сервисім, ол букинг болатын, өзім саяхатқа жеке ұйымдастырсам, букингпен баратынмын, инкрузиспен саяхаттайтынмын, және де тур агенттіктердің көмегіне жүгінетінмін. Қазіргі күнде осы 3 дүниені мен бір Traveling'ға айырбастадым. Менің саяхатым көбейді. Оның алдында жылына 2 рет саяхаттау маған арман болса, қазір Аллаға шүкір жылына осы жылдың өзінде 3 саяхатқа барып келдім, 4-ші саяхатым дайын тұр. Саяхатымның саны көбейді, сапасы жақсарды, және де мен қазір енді үлкен командамен саяхаттауға мүмкіншілік алдым. Және табыс жағы, білесіздер, әрқашан саяхатқа шығу үшін сіз бірінші ақша жинақтайсыз, біреу жинақтайды, біреу оған кредит алады, сөйтіп барып келіп, немесе өзіңіз жинақтаған болсаңыз, ол жақтан енді біз ақшамыз біткенше қыдырамыз, ақшасыз ораласыз, ал кредит алған болсаңыз, келіп бір жандар еще демалыстан келгеннен кейін 2 жыл сол кредитін төлеп жатады. Ал бұл жердегі саяхатта менің саяхатым көбейген сайын, менің компаниядан келіп жатқан табысым да көбейіп, тек қана саяхаттарым тегін емес, қазіргі таңда сол амбассадор статусына иеленіп, 12.000 доллардың үстінде ай-май, Аллаға шүкір, адал табыс табудамыз. Сондықтан саяхатшылар клубына қош келдіңіздер. Егер де саяхатты жүрегіңіз қаласа және саяхат арқылы табыс тапқым келеді, және саяхатымды өзім қалағанша жоспарлағым дейсеңіз, онда сіздер үшін Travelling компаниясы дұрыс болады.